Криштиану Роналду бұл футбол әлемінде аңызға айналған есім. Оның шексіз еңбекқорлығы мен шеберлігі және де жеңіске деген құштарлығы көптеген футболшылар үшін үлгі. Қазіргі және де бұрынғы әріптестері, қарсыластары, тіпті жаттықтырушылары Роналдоның дисциплинасына өте қатты тәнті болып қарайды. Ендеше біз сол бір футбол жұлдыздарының Криштиану Роналду туралы пікірлерін тыңдап көрейік. Достар, видео басталмай тұрып осы бейнеге лайк басып және де каналға тіркеліп отыруларыңызды сұраймын. Менің дәл қазіргі сәттегі ең алғашқы мақсатым бұл 1000 оқырманға жету. Сіздер үшін бұл бір батырманы басу болса, мен үшін үлкен бақыт. Барлығын түсіндіңіздер деп ойлаймын. Ал олай болса, видеоны көп ұзаққа созбай бастайық. Роналдудың бойында адам қызығатын небір қасиеттер бар. Алайда жеке мен үшін ұнайтын оның қасиеті оның дисциплинасы. Роналду еңбекқор әрі ережеге бағынуды ұнататын адам. Роналду еңбекқорлықты жаны сүйгіш адам. Мен Манчестер Юнайтед сапында ойнап жүрген кезде Криштиану Роналду жаттығуға 2 сағат ерте келетін еді. Және де жаттығу біткен кезде тағы да өзі қалып жаттығу жасайтын еді. Маған Криштиану Роналду өте қатты ұнайды. Оның ойын стилімен өте мінсіз дене бітімі. Бұл нағыз феномендік деңгей. Ол және де өмірде де өте қарапайым адам. Ол жақсы адам және де жақсы әке. Роналду жеңілуді ұнатпайтын адам. Ол біз егер жеңіліп жатсақ, ол жынданатын еді. Біз қандай есеп айырмашылығымен ұтылып жатсақ та, ол барынша тырысатын еді. Роналду қай жерде болмасын соққы жасаудың ыңғайын іздестіреді. Сосын Роналдумен бірге жаттығып және де ұсақ-түйек заттарды үйрену өте қызық. Мен Роналдумен өте көп тәжірибе алмастым. Ол кезде Криш 34-35 жаста болатын. Әрине жас дей алмайсың. Алайда Роналду ол жасты елемеді, яғни айтқанда өзінің жасына лайықты өнер көрсетті. Роналду ол нағыз феноменді ойыншы. Месси Роналдудың мықты болуына көмектесті. Месси болмаса Роналду болмас еді, Роналду болмаса Месси болмас еді. Мен екі ойыншынындай бөліп жармаймын. Екеуі де мықты, екеуі де осы заманның ең мықты ойыншыларының бірі. Екеуінде ойын стильдері бөлек, екеуінде ойын стратегиясы да бөлек. Месси мен Роналду футбол әлемінің жаңа тарауын бастаған футболшылар. Екеуі де ғалама футболшы, екеуі де мықты. Алайда менің жеке пікірім бойынша Криштиану Роналду мен үшін ең үздік футболшы. Себебі оның дисциплинасы, оның жылдамдығы, жеңіске деген құмарлығы мені тәнті етеді. Міне достар, бүгін біз әлемнің ең үздік футболшыларының бірі Криштиану Роналдуға өзге футболшылардың пікірін қазақшаға дыбыстап аударған болатынбыз. Егер де сіздер Лионель Мессиге тура осындай видео шығар десеңіздер, мен шығарамын. Ең бастысы сіздерден қолдау күтемін. Және де лайк басып арнаға тіркелуді ұмытпаңыздар. Осымен бүгінгі видео тәмам. Сіздермен бірге болған қазақша футбол арнасы. Сау саламатты болыңыздар.